Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Біз бүгін ха әрпін өтетін боламыз, иншалла. Ха әрпі, ол алқым әріптердің бірі. Махражын тұтатын болсақ, махражы, ол айн мен хәнің махражы екеуі бір. Яғни, алқымның ортасынан шығады. Мысалы, алқымның ең соңынан хәмза, ха әріптер шыққан болса, алқымның ортасынан ол мына тұс, мысалы, бітеді ғой, асты, мысалы, ектің асты. Міне осынысы. Мысалы, ер адамдардан мындай шығып тұрады. Кәдік дейді ғой, орысша. Осы шығып тұрады. Осының ар жағын. Тілді артқара итеру арқылы дыбыстаймыз. Кейбір кісілер айнды жалпы хәні дыбыстау үшін арқаны қабырғаға соғу арқылы дыбыстаймыз дейді. Ол қате. Біз ешқай жерге соғылмай, ұрылмай, жай ғана дыбыстай аламыз. Ол үшін тек дыбыс мүшелерінің қалай қозғалатындығын білсек болды. Мына кәдік, міне осы тұста жұтқыншақ бар, жұтқыншақ. Осы жұтқыншақтың тұсынан шығады екен, ха әріпі. Тілді артқары етеру арқылы жұтқыншақты артқары етеру арқылы шығарамыз. Ха, айн деген кезде біз өттік, айнды тілді артқа қарай дәл жұтқыншақтың үстінен итеру арқылы шығарамыз. Ал енді ха болса, сол жұтқыншақтың үстінен қарай итереміз, үстінен қарай. Тілді артқа қарай жұтқыншақтың үсті жағынан қарай итеру арқылы шығарамыз. Ха. Біздегі х емес, х демейміз. Кейбіреулері ха дейді, ол да қате. Ха деп осыдан шығарамыз. Ха. Тілді артқа итеру арқылы. Ха. Бәрекелді, түсінікті болды, иә? Енді көбірек негізі жұмыс жасау керек, ол бірден дыбыстала қоймайды, бірақ ол үшін көбірек практика жасау керек. Жақсы, енді сөздің басында, сөз ортасында, сөз соңында қалай жазады? Ол хо сияқылды алдыңғы сабақта өткендей. Бұлай жазамыз сөздің басында. Сөз ортасында, мысалы, бұлай бетіп келе жатады да, тоқтайды. Бұлай жалғастырып келеді екенбіз. Үстінде харакат фатха болса ха, астында кәсіра болса хи, домма болса ху деп оқылады. Мынау сөз ортасындағы, сөз соңындағы формасы. Ха, хи, ху. Қайталаңыздар. Ха, хи, ху. Ха, хи, ху. Осылай көбірек жаттығыңыздар. Одан кейін алды әртүрлі қаракатты болған, өздері сукунды болған хәні дыбыстап көреміз. Мысалы, алды фатхалы болған сукунды ха. Мысалы, бисмиллахир-рах деген сияқты. Түсінікті? Ух. Қайталаңыздар. Ух. Тағы да. Ух. Осылай көбірек қайталау керек. Көбірек оқи беріңіздер. Тіл жаттығады, иншалла. Енді ары қарай мысалдарға келейік. Мысалдар жазсақ, сөз басында қалай жазылады? Міне қараңыздар, жолдың бойы, дәптердегі. Міне былай жазамыз. Жолдың бойымен жазылады. Қалай оқылады? Ха, и. Я әріпін, я әріпі, сукунды болған кезде тек қана идің өзінде ұстайсыз. И. Хай деп айтылады. Жақсы? Одан кейін. Міне. Ләмнің аяғы шығады сәл. Хил деп айтылады. Ары қарай. Хадж деп айтамыз. Хадж.
бәрекелді. Хаж емес, хадж деп айтамыз, иә. Одан кейін тағы да. Хасан. 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 Нының сукунды болған кезде тек қана дыбысын айтамыз. Н деп. Сонда хасан болады. Ары қарай. Ха. Ноғанды әріп? Син. Хасаб. Хасаб. Хасаб деп айтылады. Енді сөз соңындағысына келтірейік. Ха әріпі сөз соңында қалай жазады? Мына қараңыздар. Мим келе жатады, былай көтересіз сәл. Сосын хан жазамыз. Мухсин. Бәрекелді. Одан ары қарай. Міне, бұлай алып келесіздер, бұлай жалғастырасыздар. Мәхшәр. Бәрекелді. Ары қарай. Мынау ны, мин хар деп оқимыз. Енді сөз соңындағы мысалын келтірейін. Қазір. Енді сөз соңында қалай келтірсек болады? Мысалы, мына сөзді келтіруге болады. Мысал бұлай. Қалай оқылады? Хамза білесіздер, иә? Әфләха. Сөз соңында сол өзін жекеше түріндегіндей қылып жазылады. Тек алдынан жалғасады. Бәрекелді. Енді тағы бір мысал жаза салайын. Такс. Мысалы, халақа. Бәрекелді. Енді қараңыздар, мысалы, мынандай бір сөздер болады. Ха мен хон шатыстырмаймыз. Ханың сукуны бар, білесіздер, иә? Ханың точкасы жоқ. Мысалы, қараңыздар. Халақа. Ал халақада точка бар. Халақа. Халақа деп айтады. Халақа. Хон айттық қой біз. Ол тілдің түбінен жаңағы бөбешікке тиіп арқылы шығады. Халақа. Халақа. Екеуін шатыстырмаймыз. Өйткені халақа деген шаш алды деген мағына болса, халақа деген жаратты деген мағына екен. Яғни екеуін дұрыс дыбыстамасақ, осы екі әріпті мағына да өзгереді. Міне осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Субханакаллаху бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настағфирука ва натубу илейк.